көрініп тұр ма? Сұрақтарыңызды айтып беріңіз. Бүгін жалпы мектебімізде осылай сатылай кешенді оқыту технологиясы негізінде қалалық байқау өтіп жатыр. Осы жаңа өзіңіз сөзіңізде айтып өттіңіз, халықаралық деңгейге өтетін болса, Бішкекте өтеді деп, сол туралы толығырақ айтып берсеңіз. Жалпы бұл технологияның өмірге келгеніне биыл 94-95 жыл бастадым мен осы технологияны. Басында енді технология емес, жалпы осы қазақ балалары неге қазақ тілін терең білмейді, әдебиет неге терең білмейді, неге әуезді сөйлемейді деген осындай дүниеден барып мен мектепте эксперимент жасадым. Бұл менің докторлық жұмысым. Кейін сосын мынау балаларымыз біздің олимпиадаларға барып жатты ғой. Сонда мықты деген балаларымыз өте алмай қалып жатты. Оның себептерін айқындадым мен. Кейін сол Кіші ғылым академиясы деген академия бар, республикалық бұл. Сол Кіші ғылым академиясының вице-президенті Валентина Федоровна Грищенко маған айтты, егер де сені өзің жеке олимпиада өткізгің келсе, онда Санкт-Петербург ғалымдардың математикадан өткізген олимпиадасы бар, өткізіп жатыр олар деді. Осыдан 25 жыл бұрын. Сол олимпиаданың мен саған ережесін берейін, сол ережені ал да өзің жұмыс жаса деп. Жақсы деп ең бірінші 1999-2000 жылы алғашқы олимпиадамызды бастадық. Онда бір 7-8 ғана команда қатысты. Кейін енді мұғалімдер жан-жақтан республикамыздың жан-жағынан келіп курсқа қатысып, осы технологияны оқып үйренгеннен кейін саны көбейе бастады. Сөйтіп біз енді көбінде мұғалімдер енді мынау біздің аттестациямызға жарамайтын болды, Кіші ғылым академиясының беріп жатқан марапаттары дегеннен кейін мен енді дарынға кіруге жұмыстандым. Сөйтіп дарынның республикалық олимпиадасына кірдік. Содан бірнеше жыл сонымен жұмыс жасағаннан кейін мен өзі 2005 жылы Сыртқы істер министрлігінің ұйғарымымен Баян-Өлгейге, Моңғолияның Баян-Өлгей аймағына барғам. Сол жерде 30 мұғалім оқыттым. Кейін олар маған қайтадан байланысқа шығып, осы байланыс орнатсақ. Енді байланыс орнатудың бір жолы ғана сол олимпиада болды. Сөйтіп осы 5-ші жыл болды халықаралық деңгейдегі, бұрын республика болса, қазір халықаралық деңгейдегі олимпиада болды. Сөйтіп Моңғолиядан біздің мұғалімдеріміз балаларды дайындап келе бастады. Алғашында онлайн кезі болды ғой. Онлайн кезінде, жаңағы пандемия кезінде онлайн олимпиадаларын өткіздік. Сонда олар қатысып жүрді. Енді ол балалардың біздің мысалы 100 бала қатысатын болса, олардан бір 5 бала келетін болса, бірінші солар болып тұрды. Сонда таң қалғаным, олардың әдеби кітапты өте жақсы оқиды, өзінің ана тілінде керемет сөйлейді. Ал мұғалімдері болса, сағыныш, елге деген сағыныш сөйлеген кезде көздерінен кәдімгі балбұлдап жас келіп тұрады. Сонымен оларға енді мен өзім спонсор болып, келу-кету жолдарын төлеп беріп, жылда олимпиада өткізетін болдық. Енді содан кейін мен былтырғы жылы Қырғызстанға барып, Ошта үлкен бір конференция болды, халықаралық. Сол конференцияға қатысқан кезде, сол Ош облысының 300 мұғаліміне мен шеберлік сынып бердім. Сол шеберлік сыныпта өте бір кереметі байқағаным мұғалімдердің жалпы жаңалыққа жаны құштар екендігі, анау залда шыбынның ызыңы білінбеді. Содан маған ұсыныс түсті, бізде олимпиадаға қатысайық деп. Содан Алтынай деген бір әріптесіміз былтыр олимпиадаға балаларын алып келді. Сонымен енді бізде Моңғолия, Қазақстан, Қырғызстан болғаннан кейін қазір халықаралық олимпиада деп Астана қаласы дарын орталығы бізді қазір халықаралық олимпиадалардың қатарына қосып жатыр да. Енді арманымыз әрине шетте жүрген қазақтарымызбен де осындай байланыс жасап, халықаралық деңгейде жұмыс жасасақ деп ойлаймыз. Сол Алтынай деген әріптесімізмен бірге осы тілдік бірліктерді қазақ-қырғыз тілдерінде талдау деген екеуміз бірге кітап шығардық. Мен қазақша үлгісін жасадым, бердім, ол қырғызша үлгісін жасады. Қазір енді бұл жақтан бізге сұраныс көбейетін болып тұр. Сол үшін біз биылғы олимпиадамызда Бішкек қаласында өткіземіз деп отырмыз. Олардың бір ерекшелігі 1 мамыр мен 11 мамырдың арасында оқушылар мен студенттер демалады екен. Осы мереке күндері. Сондықтан сол жерде жақсы бір педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қиялбек деген әріптесіміз таптық. Сол Қиялбек байланыс жасап жатырмыз.
өте бір білімді, осы біздің Астанаға, Алматыға көп келеді. Ол кісі біздің жазушылармен байланыс жасайды. Біздің өлеңдерді ақындардың аударады. Осы жақында мен өзімнің туып өскен жерім Алматы облысы Кеген ауданы кішкентай Бөлексаз деген ауыл бар. Сол ауылда мен өзімнің мектепте кабинетімді аштым. Сол кабинетте ашылуына үлкен халықаралық конференция, семинар өткіздік. Анау өз еліңе барып туыңды тік деп жатады ғой. Сондықтан да сол өзімнен кейінгі қазіргі мектепте оқып жатқан балалардың да ғылым жолына түсіп үлкен азамат болсын деген ниетпенен сол кабинет аштық. Сол кезде кім келді? Өзінің қасындағы ғалымдармен бірге Қиялбек. Сөйтіп біз екінші күнімізде мынау Райымбек ауданы Қарасаз елді мекеніндегі Мұқағали Мақатаев музейіне баруды жоспарладық. Сол музейге барып, өзінің Мұқағалидың өлеңдерін қырғызша аударған екен. Сөйтіп ескерткіштің жанында тұрып, Мұқағалидың өлеңдерін оқып, жатқа оқыған кезде мен шынында да бұл керемет бір ғажап дүние деп ойладым да. Енді ары қарай да арманым сол осы халықаралық олимпиаданы жалғастыру. Кеше сіздердің жалпы осы жұмыстарыңыз жайлы ақпараттан көрдім. Менің де арманым, баяғыдан арманым осындай болады, мектеп балаларының шын мәнінде өзінің сол журналистикаға мектеп қабырғасынан дайындалса екен деген, соны қуанып кеттім да. Сосын мектепке хабарласып, ертең балалар келсінші, осы дүниені көрсінші деген. Енді анау газет шығарып жатқан жетіншек менің студент шәкіртім, Абай атындағы университетті бітірді, сонда сабақ берген мен. Енді бұның бәрі мақтаныш. Мен сіздермен де ертең мақтанамын. Осы хабарларыңызды маған жазып берсеңіздер тіпті де жақсы. Бұл мектеппен енді біз 7-8 жыл оқыған шығар, байланыс жасағанымызға. Зейнепқан деген апайларыңыз сол Астанадан келген, Астанада осы технологиямен айналысып, балаларын олимпиадаға қосқан, кейін осы мектепке келіп жұмысын жалғастырды. Осы жұмыс бұл мектепте енді жақсы орын алды. Өзінің айналасына жақсы мұғалімдер тартты. Ата-аналарыңыз, бағана мен осы есіктің алдына келген кезде ата-аналар да жаңағы мұғалімдеріне ризашылық айтып жатыр да, рахметін айтып жатыр. Біздің балаларымыз қазір, мен енді айттым, мынау қар жауып тұр, күн суытып тұр, балаларыңыз тоңып қалған жоқ па, ренжіп жатқан жоқсыздар ма десем, жоқ. Қайта біз осындай балаларымыздың терең білім алғанына қуанамыз деп. Енді соңғы сұрақ, осы олимпиадалар әдетте жазбаша өтеді ғой, оқушылар тек қана жазып тапсырмалар орындайды. Осы олимпиадада ауызша олимпиада деп айтып жатырмыз. Соның ерекшелігі неде? Иә, бұл енді ауызша командалық олимпиада деп аталады. Бұның бастамасы бірінші, біз осы технология арқылы бүкіл сынып мұғалімдерін оқытыңыздар дейміз да балаларға. Енді сол сыныптың ішінен мықты мұғалім болса, мысалы 25 бала болатын болса, ол 21 баланы 3 команда қылып шығарады, 7-7-ден бір команда. Сосын сол балаларды енді біз жаңағы мектеп ішінен іріктейміз да, 5 баланы қалалық немесе облыстық деңгейге өткіземіз. Одан кейін ары қарай республикаға деңгейге 3 бала өтеді. Одан кейін республикаға 2 бала өтеді. Өйткені командалық болған соң жалғыз бала шықпайды. Бұл бір жағынан мына бастауыш сыныптарда көп осындай олимпиадалар жоқ. Осыған көбіне бастауыш сынып қатысады. Сондықтан да баланы анау төменнен бастап осы технологияны оқытқан тиімді деп ойлаймын. Және бұл өте қиындықта оқытатын технология, оза оқытатын технология. Мысалы 3-ші сыныптың балалары қазір 3-ші курстың балаларының деңгейінде білім алып жатыр десе, мен артық айтқандық емес. Сондықтан да енді олар алған білімін бір жерде көрсету керек қой. Сол осы олимпиаданы осылай деп жоспарладық. Міне осы сапарымда мен бірінші Кеген ауданында Кегеннің балаларымен, одан кейін Райымбек ауданына бардым, одан кейін Еңбекшіқазақ ауданына келдім. Кеше осы Талғар ауданында Талғар, Іле, сосын Алатау қаласы, осындай мектептердің арасында тағы да олимпиада өткізіп қайттық. Енді Алла қаласа наурыз айында республикалық, ал мамыр айында сол Бішкекте халықаралық олимпиада. Біз енді аямыз кеңейіп жатыр, бұрынғыдай емес. Енді қазір сол Қиялбек арқылы біз енді Өзбекстанға шықсақ па деп. Өйткені ана Ош Өзбекстанға жақын екен да. Солай жұмыс жасағымыз келеді. Енді тағы бір тәжірибеміз, ол мына мұғалім баланы бұдан терең дайындау үшін мұғалімнің өзі олимпиадаға қатысу керек екен. Біз бірнеше жылдан бері қарай мұғалімдердің олимпиадасын өткізіп келе жатырмыз. Бірақ биылғы жылы
бір 15 команда шыға деп жоспарлап отырмыз. Халықаралық деңгейдегі олимпиадамызға мұғалімдер шығайын деп отыр. Рахмет апай. Мхм.